Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі жаңа сабағымызды бастамас бұрын төменде берілген сұрақтарға жауап беріп көрейік. Қандай компьютерлік ойындарды ойнауды жақсы көресің? Бұл ойындардың қандай программа көмегімен жасалғанын білесің бе? Python программалы ортасында ойын жасау мүмкін бе? Компьютерде өз сценариймен ойын жасағың келе ме? Менің бұл сұрағымнан кейін өздерің білетін ойындарды еске түсіріп отырсыздар. Бірақ олардың қандай программалармен жасалатынын біле бермейсіз. Сондықтан біздің бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы Pygame кітапханасы. Сіздердің кітаптарыңызда Python программалы түрінде 2D ойын құру бөлімінде орналастырылған. Сабағымыздың мақсаты Pygame кітапханасын қосу. Pygame модулі Python программасынан бөлек орнатылады. Енді Pygame кітапханасын қалай жүктеуге болады, сонымен танысайық. Ал егер де сіздің компьютеріңізде Python программасы жүктелмеген болса, онда экранда көрсетілген сайтқа кіріп, Python 3.8.2 нұсқасын өздеріңізге жүктеп алыңыздар. Python программасында Pygame кітапханасымен қалай орнатуға болады? Ол үшін пуск, все программы, стандартный, командалық жол. Осы әрекетті орындағаннан кейін бізге қара терезе пайда болады. Сол жерге командалық жолға біз pip install Pygame командасын теріп, enter пернесін басамыз. Қазір осы әрекетті орындап көрейік. Міне, бізде қара терезе ашылды. Осы жерге біз Pygame кітапханасын орнатып көрейік. Install Pygame. Осы жолды жазайық. Менде мынада хабарлама шықты. Бұл яғни менде Pygame кітапханасы 1.9.6 нұсқасы орнатылған. Сондықтан біз ары қарай тексеріп көрейік. Бұл программа жұмыс істейді. Python папкасын іске қосты. Осы жерде import Pygame деп біз Pygame кітапханасын шақырамыз. Кітапхана шақырылды, яғни 1.9.6 нұсқасы көрсетіліп тұр. Енді біз idle командасын іске қосып, сол жерге программа жазып көрейік. Жақсы, біз Python программа ортасын іске қостық. Енді біз код жазу үшін file, new file командасын орындаймыз. Бізде жаңа терезе ашылды. Осы жерге біз өзіміздің кодымызды жазып көрейік. Менде мына жерде дайын код бар, соны мына жерге салып көрейік. Яғни import Pygame. Біз Pygame кітапханасын шақырдық, және Pygame бізде жүктеліп жатыр. Мына жерде screen Pygame display, яғни бізде 640-та 480 өлшемді біз терезе ашып жатырмыз. Run F5-ті басамыз. Менде мына жерде әрекет орындалуда. Яғни менде run батырмасын басқаннан кейін менде Pygame терезесі ашылды. 640-та 480 өлшемді Pygame терезесі ашылды. Бұл Pygame модулінің дұрыс жұмыс істеп тұрғандығын көрсетеді. Жалпы ойындарды жасаған кезде қолдануға болатын әрбір құрылғы үшін модульдер қолданылады. Олар сіздердің кітаптарыңызда 124-ші бетте 15-ші кеседе Pygame'нің негізгі модульдері деп көрсетіп тұр. Мына жерде бізде Pygame'нің 13 түрі көрсетілген, және қасында бізде мақсаттары, яғни Python программалау ортасында Pygame кітапханасының қолдану мақсаты көрсетілген.